Ассалаумағалейкум. Бүгін 12-ші сабағымызды өтеміз. Linear pattern функциясын өтеміз. Бірінші, жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Мысалы, бір төртбұрыш сызайық. Оны өсірейік. Мынандай коробка жасадық. Осы коробканың бетіне, мысалы, ою жасауымыз келеді. Мысалы, мынандай оюлар қояйық. Осыны 8 бұрыштарды жасайық. Өсірейік сәл. Радиусын дейік 5 мм. Ал мынандай бір фигурка жасадық. Бұл оюды енді мындай тесік жасадық. Енді мынау бір қабырғаны сондай тесікпен толтырғымыз келеді. Бір қабырғаны тесікпен толтыру үшін копировать етіп, оны copy-paste жасап, вставлять жасау өте көп уақыт қажет етеді. Сондықтан linear паттернді қолданамыз. Linear паттернді алсақ, паттерн деген ою сияқты. Part pattern деген бөлшек паттерні. Бірақ бізде мына қарап отырсаңыз бір ғана бөлшек бар. Сондықтан біз мына feature деген бір фигураның ішінде өзгешелікті таңдау деген сөз. Сондықтан осыны таңдайық. Мынаның бәрін автоматически таңдалады, бір шетін таңдасаңыз. Direction деген бағыт. Мынау бағытта мен тесіктерді жасағым келеді. Мынау оюымыз неше рет қайталансын, соны жазасыз. Мысалы, 10 рет қайталанғанын қалаймын. Но distance деген бір-бірінен арақашықтықтары қанша болу керек? 25 мм деп тұр. Бұны біз азайтайық. 10 мм болсын. Осындай болып тұр. Мысалы, біз мынаяқты копировать еттік, ол автоматты түрде мынаны да алып отыр. Мына бір бөлшегі деп отыр. Біз бірақ тек қана мынау бөлшекті керек етеміз. Тесікке байланысты копияларды жасағымыз келіп тұр. Сондықтан apply appearance істесек, осындай тесіктеріміз қайталанып шыға келеді. Тура сондай тесіктерді автоматты түрде көп қылдық. Енді мынаны астына істегіміз келсек, сол жаңағы істегенді ашамыз. Second direction деген бар. Second direction біз мына бағытты көрсетеміз. Мынау бағытта істеу керек деп. Содан кейін мынаның санын көбейтеміз. Мысалы, мынаның арасында 10 мм қылайық, 4 болайық. 4 рет қайталанады, 4 қатар көрдіңіз бе? Өйстіп автомат түрде міне бір қабырғасын тесікпен толтырдық. Linear pattern деген бір қабырға бойында жасаған фичамызды көбейтуге көмектеседі. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыз.